Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді, сочный болып шығатын тауық етінен котлет жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және жеңіл, калориясы аз, барлық пюре мен күрішпен үйлесетін тағамды міндетті түрде жасаңыз. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті керек болады, пияз және сарымсақ қажет болады. Ең алдымен төс етімізді арасындағы шеміршектерден ажыратып турап аламыз, майдалап. Енді кезекте пиязымызды турап аламыз. Осылай көбік етіп. Ары қарай ет тартқыштың көмегімен етімізді өткізіп аламыз алғыш. Сосын пиязымыз бен сарымсағымызды да өткізіп аламыз. Міне дайын болды. Енді жұмыртқаның бір сарысын және керегінше тұз, керегінше бұрыш сеуіп аламыз. Менде бір шай қасық болды. Және котлетімізге нан ұнтағының орнына мен гречканың ұнтағын септім. Жаңағы блендерден өткізіп майдалап алдым алдын ала. Сіздер қаласаңыздар жаңа нан ұнтағын қоссаңыздар болады. Ал мен осы гречканың ұнтағын қосып алдым. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Қолдың көмегімен немесе қасықтың көмегімен, маған ыңғайлы қолдың көмегімен, өйткені барлығы толық араласып, барлығы бір-біріне жаңа бір шетінде қалып қоймау қажет. Міне енді кезекте осындай тақтайшаның үстіне кішкене ғана ұнды сеуіп аламыз. Осы ұнмен малып қолымызға жаңағы етімізді алып форма қылып аунатып, кішкене жабысқақ болады. Басқа еттің, мысалы сиырдың етіне қарағанда тауықтың еті кішкене жабысқақ болады. Міне осылай аунатып, дөңгелетіп, немесе сопақ етіп жасауға болады. Енді кезекте табамызға ақ майымызды құямыз, кішкене ғана құямыз, және барлық жеріне тиюі қажет. Кішкене дегенде 100 мл құйсаңыздар, соның өзі жеткілікті. Енді қызып тұрған табамызға жаңағы формаға келтірген котлеттерімізді саламыз. Менде газымның асты барынша тұр, плитамның асты 9-да тұр. Сіздер өздеріңіздің плитаңызға қарап, немесе газдарыңызға қарап қойсаңыздар болады. Осылай екі жағын аударып, пісіріп аламыз. Қатты күйіп кетпеуі қажет, және қатты жаңағы қызарып та кетпесін. Міне осы кішкене ғана формасын ұстап тұратын жағдайда болса, соның өзі жеткілікті. Енді жаңағы табамызды қайта жуып тазалап, осы пісірген котлеттерімізді салып, үстіне кішкене ғана су құйып бұқтыратын боламыз 10-15 минутқа. 100 мл өзіңіздің жаңағы
ішінде котлетіңізге байланысты суды құйсаңыздар болады көз мөлшермен. Міне менде 15 минут уақыт өтті. Қазір котлеттерімізді уже дастарханға тарта берсек болады. Өзіңіздің қалауыңызша жаңа картофельный пюре, картоп езбесі деп жатамыз, немесе буға піскен жаңағы күріш қойсаңыз болады гарнирге. Менде осындай картофельный езбесі болды. Енді қазір арасын ашып көрсетейін. Өте дәмді болып шыққан. Қараңыздаршы қандай өте дәмді, таза, жеңіл, калориясы. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Үйлеріңізге жасап, жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Міндетті түрде маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Егер комментарияға сұрақтарыңыз болса, қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен болған мен Жанар. Ас болсын.